Көп адамда ақша жоқ, потому что ол адамдарда ішкі установкаларында өте қатты мынандай программа бар. Не керек бұның барлығы? Мысалға, ақшасы жоқ адамға жүр, Луи Виттон сумка алғың келе ма десең, жүр емес, жалпы сен Луи Виттон сумка алғың келе ма десең, не үшін керек деп ойлайды. Или бір адамдар осы не үшін саяхаттайды, не қызық деп ойлайды. Адам өмірде қызығушылығы болмаса, материальный игілікке, брендовый сумкаға, я не знаю, ювелирный украшенияға или машинаға, материальный игілікке қызығушылығы болмаса, бұл ақиқат, оның өміріне ол нәрселер келмейді. Сен неге қызығып көрдің, бағасын білдің, миыңа жібердің сол нәрсені, сен өміріңе шақырасын. Егер мен үнемі айтам, егер сенде жаным сол Луи Виттон сумка болмаса, значит ол саған керек емес. Или жаным сол, егер сенде Прада болмаса, онда значит сен оны даже миыңа жіберіп, ойланып та көрген жоқсың. Жалпы ақша деген дүние өзі белгілі бір орынға келеді. Прям осы сөзге терең тоқталсаңыз екен, орынға келеді. Егер сен көп адамдар, ақшасы жоқ адамдар, ақша деп жылайды, оны қайда жұмсайтынын даже білмейді. Мен мынаны алам осы жолы, или мен мына нәрсеге қызығып тұрмын деген кезде, соған сәйкес ақша келе бастайды. Сондықтан маған не керегі бар осының бәрі? Не қызығы бар? Ну что Америкаға барды? Ну что шетелге шықты? Деп ойлайтын болсаңыз, ақшаңыз болмайды.